Баршаңызға сәлем, бүгін белеши жасаймыз. Видеоны аса лайк басып, жандан есептерін ашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен дрож, қант, тұзды жылы сүтпен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған қоспамызға бір жұмыртқа қосып араластырамыз. Араластырып алып, ұн қосып, жылы сүтіміздің қалғанын құйып, қамырды жақсылап елеп аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Жақсылап елеп алғаннан кейін қамырымызға сұйық май қосып араластырып, жылы жерге 2 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына фарш, пияз, тұз, бұрышты салып, жақсылап араластырып шығамыз. Көтерілген қамырымызды бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерге бөліп шығып, оны доңғалатамыз. Барлығын доңғалатып шығамыз. Ұн сеуіп, қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап жайып алып, ортасына салмамызды салып шығамыз. Видеодағындай көрсетілгенде қылып жасап шығамыз. Қызып тұрған майға тесігін төмен қаратып салып, белашымызды қуырамыз. Белашымызды айналдырып, тесігіне қасықпен майымыздан құйып жібереміз. Белашымызға қасықпен майды құйып, екі жағын жақсылап қыздырып қуырып аламыз. Қуырып алған белашымызды салфетка төсеп, соның үстіне қоямыз. Белашымыз өте дәмді болып шығады. Видеоны аса лайк басып, жандан есеп жібермешін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.